Махаббат. Махаббат дегеніміз не? Бағанадан бері, жалпы алдыңғы дәрістен бері біз махаббаттың не екенін түсінуге тырысып жатырмыз. Осы романтикалық комедиялар арқылы, жанрлар арқылы түсіндіруге тырыстық. Яғни оның махаббаттың барлығы сол комедияларда айтылғандай бола бермейтінін. Енді жалпы ислам ғұламалары махаббат жайында қандай пікір айтты екен? Соның ішінде маған қызық болған пікірлердің бірі, ол ислам әлемінің ғалымы, арабтардың үлкен әдебиетшісі шейх Али Тантауи рахимахулланың айтқан пікірі. Ол кісі өте бір қызық пікір айтады махаббатқа қатысты. Және соны айтқан кезде бұны қабыл етсеңіздер де, қабыл етпесеңіздер де өздеріңіз білесіздер дейді. Өздеріңіз білесіздер. Бірақ ақиқат солай дейді. Алла тағала адамда екі нәрсеге шахуат жаратқан, яғни қалау жаратқан екі нәрсеге. Бірі өзін сақтау үшін, өзін амандықта қалдыру үшін, ол тамаққа деген шахуат. Су, тамақ. Біз су ішкіміз келеді, тамақ жегіміз келеді. Сол арқылы біз не істейміз? Өмір сүреміз. Біз тамақ жемесек, біз қайтыс болып кетеміз. Адамдар өліп кетеді. Бұл бірінші қалау. Екінші қалау жыныстық қалау. Яғни ер адамның әйел адамға деген қалауы, немесе керісінше әйел адамның ер адамға деген қалауы. Екеуінің былайша айтқанда бір-біріне деген бейімділігі, бір-біріне не істеп тұрады? Жақын болып тұрады. Бұл жыныстық қалау. Бұл қалауды не себепті жаратты бізде? Біздің ұрпағымыз сақталу үшін. Егер ер мен әйел қосылмайтын болса, онда адамзат баласы қалмайды. Тіпті мынау Швейцария ма, немесе Швеция ма, қай елде екені есімнен шығып тұр. Сол елде, сол елдің қызына біреу, еркектерден біреу үйленсе өзге елден, сөйтіп онымен тұратын болса, олған кәдімгідей қомақты қаржы береді, пәленбай $1000 ақша, және азаматтық береді, көптеген жағдайды жасап береді. Не себепті мемлекет ол нәрсені жасап жатыр? Қалай ойлайсыздар? Өйткені ол елде бір жыныстылық өте қатты өршіп кеткен, ер менен әйелдер үйленіп бір-бірімен қосылмай жатыр. Былайша айтқанда ұрпақ жойылып бара жатыр да. Сондықтан Алла тағала осыны жаратып қойды. Осы бір сезімді жаратты. Енді қараңыз, мынандай қызық айтады. Мысалға адам бір асханада тұрып неше түрлі тамақтарды көруі мүмкін. Ол тамақты алуға ақшасы да бар, барлығы бар. Ал кейде керісінше болуы мүмкін. Тамақтың барлығы тұр, бірақ ода не жоқ? Ақша жоқ. Ол тамақты алатын ақша жоқ, және оның қарны аш, қатты не істегісі келеді, жаңағы тамақты жегісі келеді. Егер де бұл осы аштық ұзаққа созылатын болса, онда оның ойы бірыңғай не болады? Тамақта болады. Осы тамақты қалай жесем екен деп. Соны ойлай бастайды. Басқа еш нәрсені ол ойламайтын болады. Дәл сол секілді махаббат да сондай дейді. Яғни біз махаббат деп атап жүрген нәрсе, ол солай дейді шейх Али Тантауи. Жыныстық аштығы бар адам, қарны аш адам секілді, егер ол үйлене алмаса, жұбайы болмаса, соны ғана ойлайды. Ол бағана аш адам секілді қандай тамақ болса болды демейді. Жоқ, ол бәлки тек қана бір суреттегі бір қыз баланы, немесе бір әйелді ойлап, соны ғана не істеуі мүмкін? Ойлап жүруі мүмкін. Тек сол ғана бітті. Бүкіл дүние кімге кеп тіреледі? Жаңағы әйелге кеп тіреледі. Сол ғана менің махаббатым деген секілді. Соны ғана мен қалаймын. Болды, басқа ешкім емес. Ол бағана аш адам секілді. Бұл не емес? Махаббат емес. Яғни киноларда айттық, дұрыс па? Осындай бір сезімге тәуелді болатын болса, тек қана сезімге ғана негізделіп, ол өзінің болашақ жарын тапқысы келсе, ол неге ұшырайды? Үлкен қасіретке ұшырайды. Алла тағала немен сынайды адамды? Алла тағала кім нені қатты жақсы көреді, сол нәрсемен сынайды. Адам сол сезімді, яғни біз сезгіміз келеді да, сезім болып кинолардағыдай, бағанағыдай басымыз кәдімгідей айналып, соны ойлап, тек қана сол махаббатым менің деген секілді, сондай бір сезіммен жүргіміз келеді.
бірақ асылында отбасы олай құрылмайды ғой. Отбасы олай құрылмайды. Жалғыз ғана сезімге негізделіп ол махаббат құрылмайды. Және ойлайсыздар ма, қарны аш адам ол тамақтың иісін иіскеп, оны көріп қана шектеледі деп? Жоқ, ол онымен шектелмейді. Дәл сол секілді жақсы көремін деп ойлап жүрген адам да не істемейді? Ол онымен шектелмейді. Ол оны көргісі келеді, ол оны естігісі келеді, ол онымен сөйлескісі келеді. Және осы нәрселерменен ол қанағаттана ма? Көргісі келгеннен кейін тек қана көрумен қанағаттана ма? Жоқ. Ол естігісі келеді. Естігеннен кейін ол естігенмен қанағаттана ма? Жоқ. Ол сөйлескісі келеді. Сөйлескеннен кейін ол осы сөйлегенменен қанағаттана ма? Жоқ. Ол онымен қанағаттанбайды. Ол ары қарай не істегісі келеді? Оны ұстағысы келеді. Және шейх айтады, ұстау деген мағынаның сендер түсініп тұрсыңдар не екенін дейді. Ол соны қалайды. Ал қашан ол өзінің мақсатына жетті, ол осы нәрсені көрді, болды. Осыдан кейін махаббат қалады, артта қалады, жоқ болып кетеді. Иә, мынау бір аш адам, қарапайым бір күріштен жасалған немесе бір кәш дейді ғой, кәш деп айтады ғой қазақша. Кәш деген бар. Немесе қарапайым ботқа дейді, немесе сондай бір тамақты қарны аш адам, ол оны бір құдды бір кәдімгі қойдың бір еті секілді, бір шашлык секілді көру мүмкін да, оған солай көріну мүмкін. Ол қазір ананы жесе сондай бір рахаттанам деп ойлайды. Өйткені ол аш, ол оған басқа нәрсе қажет емес. Соны жегеннен кейін аштық кетеді. Содан кейін ол барып нені түсінеді? Ол бір қарапайым ботқа екенін түсінеді. Ол үшін ботқа екен. Сөйтіп ол оған не болмай қалады? Бағанағы өзі қалап тұрған ойында өзі елестетіп алған ет болмай қалады. Дәл солай өзім жақсы көрем деп ойлап жүрген, жақсы көрем деген сезімге берілгені соншалық, ол әйелге нені кигізіп тастады? Ол өзінің бір махаббат деген киімін кигізіп қойды. Қашан ол оған қол жеткізеді? Ұстау деген нәрсеге. Содан кейін барып осы махаббат деген атауы шешіледі, махаббат деген кетеді де, ол нені түсінеді? Өзінің жай ғана суреттеп алған бір киіміне үйленгенін немесе сомен қосылғанын түсінеді. Алайда шынындап қараса, ол қыз, ол ана еркекті не деп көруі мүмкін? Қараса ол мүлдем басқа адам. Олардың көптеген мәселелері бір-бірімен келіспей қалып жатады. Көптеген түсініктері басқаша екен. Оның өмірдегі мақсаты мүлдем ана адамның мақсатында емес екен. Мүлдем не болып қалады? Қарама-қайшылық, керісінше болып қалады барлығы. Сондықтан бұл нәрсені мойындау қажет. Бұны мойындамайтындар тек қана қиялмен өмір сүріп жүргендер, бағанағы неше түрлі романтикаға тойып алғандар, және де мәжнүндер дейді Шейх Халид Тантауи. Мәжнүн, мәжнүн деген жынды адамдар дейді. Бұл ақиқатты мойындағысы келмейді. Асылы әрбір адам бұл ақиқатты мойындайды дейді. Бұл жай ғана алғашқыда болатын не? Страсть ғана, сезім ғана. Осы сезімге ғана негізделіп не істеуге болмайды? Отбасыны құруға болмайды.